төрт түлік малдың жүні туралы мен сендерге айтып берейін деп отырмын. Жүнді қайдан алады, қайдан пайда болған, сол үшін сендерге үйретейін деп отырмын. Ал енді қыздарым қараңдар, жүнді төрт түлік малдан қойдан аламыз. Мына жүннің бәрін қойдан аламыз. Қойдан алу үшін ең бірінші қойды жүнін қырқамыз. Қырқып болғаннан кейін оны жақсылап жуамыз, кептіреміз. Содан осындай әдемі жүндер шығады. Ол жүндерді әдемілеп міне көкті, қызылды, сарығып тұрып бояймыз. Бояқтары бар оның әртүрлі. Бояғаннан кейін жүнді жақсылап, жүннен неше түрлі бұйымдар жасаймыз, текемет жасаймыз, сырма жасаймыз, неше түрлі мынандай тоқыма бұйымдар жасаймыз. Сол себептен оны жасау үшін бірінші жақсылап кептірген жүнімізді, мына бізде шиіміз бар, ши дейді осыны. Осы шиға жақсылап тұрып, салып, тартамыз бүйтіп. Шұқалап тұрып, әдемілеп тартып болғаннан кейін, оған ыстық су құйып тұрып, жақсылап кепеді. Шұжық жасайды, әжелерім жасайды сөйтіп. Содан кейін жақсы мынандай киіздер шығады. Осындай ыстық су құйып, осы шиға басып осындай киіздер шығады, қыздарым қараңдар. Осы киіздерден біз текемет, әжелеріміз текемет басқан. Текеметке мынандай түрлі оюлар салады. Өзіміздің қазақи оюлар салады. Ол оюларды арасында оюларды мынандай түрлі жүндермен саламыз. Сәйкестіріп, бір жерге қызыл, мына жерге қызыл салсақ қыздар, мына жерге жасыл, сәйкесін ашу үшін әртүрлі қылып салып жасаймыз. Содан осындай әдемі киізіміз шығады. Ал бұл киізден тағы өзіміздің қазақ үйді білесіңдер ме қыздарым? Сол қазақ үйден әдемі қазақ үйдің киіздер осы жүннен басылады. Өзіміздің қойымыздың жүнінен басылады әдемілеп. Не сырмақты да осы. Сырмақты енді жаңа шиға басқан жүніміздің бетіне мынандай әшекейлер салып, бұны маталардан оямыз мыналарды. Маталардан ойып салып, бұны сырмақ деп атады. Бұны қолмен тігеді. Ал мына киізді жүннен басып, бұны жүнмен басып салады. Сол сияқты жүнімізден мына жүндерді одан жақсылап тұрып иіреміз, ұршығымыз болады. Ұршықтан иірген жіптен мынандай бұйымдар міне, мынандай нәскилер. Мен өзіңнен қабылдаппын сүюді, мен өзіңнен қабылдаппын күйюді. Сенің жаның жүрегіме ораулы, менің жаным жаулығыңа күйеулі. Біздің әжеміз айтып кеткендей, сырмақ, текемет жасауға болады деді. Және осы заманауи киізден де осындай сөмкелер, осындай түрлі түсті өздеріңізге дамитын бұйымдарды да жасауға болады. Мысалы, мынау бізде театр, ол да жүннен жасалған. Және мынандай сөмкеміз бар. Мынандай сіздерге дамуға, мысалы, ойды бірлікті етуге, геометриялық пішіндерді жасауға болады. Асыл әжем, ғасыр әжем.